Таиландта бір қыз мысығын жоғалтып алды. Ол оны іздеуге шығып, TikTokта ол туралы видео түсірді. Комментариydегі адамдар оған Таиландты Қырым туралы айтып берді. Егер мысығыңыз жоғалып кетсе, даладағы мысықтардан сұрай аласыз. Үй жануарыңызды сипатап, сүйретін көрсетіп, олардың үйге оралуын қаншалықты қалайтыныңызды айтасыз. Мысықтар бір-біріне ақпарат беріп, адасқан мысықтарға жол табуға көмектеседі деп есептеледі. Қыз дәл солай істеді. Түні бойы ол даладағы мысықтарға мысығын сүйретін көрсетіп, ол туралы сипаттады. Таңертең бір мысық сақ болып, оны танығандай сүйретті иіскеп, аулаға жүгіріп кетті. Келесі күні мысығы үйіне жалғыз оралды. Ризашылық білдіріп, қыз үлкен пакет мысық жемін сатып алып, көршісіндегі барлық даладағы мысықтарды тамақтандырды. Бейнеролик ұнаса лайк басып парақшаға тіркеліңіз. Таиландта бір қыз мысығын жоғалтып алды. Ол оны іздеуге шығып, TikTokта ол туралы видео түсірді. Комментариydегі адамдар оған Таиландты Қырым туралы айтып берді. Егер мысығыңыз жоғалып кетсе, даладағы мысықтардан сұрай аласыз. Үй жануарыңызды сипаттап, сүйретін көрсетіп, олардың үйге оралуын қаншалықты қалайтыныңызды айтасыз. Мысықтар бір-біріне ақпарат беріп, адасқан мысықтарға жол табуға көмектеседі деп есептеледі. Қыз дәл солай істеді. Түні бойы ол даладағы мысықтарға мысығын сүйретін көрсетіп, ол туралы сипаттады. Таңертең бір мысық сақ болып, оны танығандай сүйретті иіскеп, аулаға жүгіріп кетті. Келесі күні мысығы үйіне жалғыз оралды. Ризашылық білдіріп, қыз үлкен пакет мысық жемін сатып алып, көршісіндегі барлық даладағы мысықтарды тамақтандырды. Бейнеролик ұнаса лайк басып парақшаға тіркеліңіз.